Депрессия әлемдегі еңбекке жарамсыздықтың басты себебі. Америка құрама штаттарында ересек тұрғындардың шамамен 10% депрессияға шалдыққан. Бұл психика ауруы болғандықтан, басқа аурулармен салыстырғанда оны түсіну қиынырақ. Негізгі қиындықтардың бірі депрессия мен басыңқы сезіну арасындағы айырмашылық. Адамның бәрі кейде жаман көңіл күйде болады. Мектептегі төмен баға, жұмыстан шығу, үйдегі ұрыс, тіпті жаңбырдың жауғаны көңіл күйді түсіруі мүмкін. Кейде оның ешқандай себебі жоқ. Ол өзімен өзі шығып, өзімен өзі кетеді. Клиникалық депрессия мүлдем басқа нәрсе. Бұл аурудың бір түрі, және ол адамның қалауымен кетпейді. Ол кем дегенде 2 аптаға созылады, және жұмыс істеу, демалу немесе сүйім қабілетіне кері әсер етеді. Депрессияның белгілері өте көп. Көңілсіздік, тәбеттің болмауы, адамның өзін пайдасыз немесе кінәлі сезінуі, ұйқышылдық немесе керісінше ұйқысыздық, назардың төмендеуі, шошақайлық немесе баяулау, жалпы әлсіздік пен суицид жайлы ойлар. Психиатрлардың айтуынша, сізде осы белгілердің кем дегенде 5-еуі байқалса, сіз дәрігерге қаралуыңыз қажет. Бұл тек қана сырттан байқалатын белгілерге байланысты емес. Депрессия адам миына да әсер етеді. Біріншіден, рентген арқылы оңай көрінетін өзгерістер пайда болады. Мысалы, маңдайлық үлес пен гиппокамп көлемінің кішіреюі. Екіншіден, микродеңгейде де депрессия бірнеше нәрседен байқалады. Белгілі бір нейромедиаторлардың, мысалы серотонин, норепинефрин және дофамин жұмысының бұзылуы, циркадты ырғақтардың бұлдырауы, жылдам ұйқы фазасындағы немесе ұйқының баяу толқындық кезеңдеріндегі нақты өзгерістер, гормоналды бұзылар, мысалы кортизолдың жоғарылығы және қалқанша безі гормондарының өзгеруі. Бірақ нейрохирургтардың әлі де депрессияның себебі жайлы түсінігі толық емес. Бұл гендер мен қоршаған орта факторларына байланысты болуы мүмкін. Бірақ бізде оны анықтай алатын диагностикалық құрал жоқ. Депрессияның белгілері көзге көрінбейтіндіктен, сырттай көңілді адамдардың шын мәнінде қиналып жатқанын түсіну қиын. Ұлттық психиатрия институтының мәліметі бойынша, психикалық ауруға шалдыққан адамға көмек сұрау үшін 10 жылдан астам уақыт қажет. Дегенмен, қазіргі күні депрессияны емдеудің тиімді әдістері жеткілікті. Мидағы заттардың мөлшерін көбейту үшін терапия мен дәрі-дәрмектер қолданылады. Ерекше жағдайларда пациенттің миындағы бақыланатын приступқа ұқсас электроконвульсивті терапияда көмектесуі мүмкін. Егер сіз депрессияға түскен адамды білсеңіз, оған осы әдістердің бірін ұсынып көріңіз. Тіпті терапевт табу немесе дәрігерге қойылатын сұрақтар тізімін жасау секілді көмек берсеңіз болады. Депрессияға ұшыраған адам үшін бұл алғашқы қадамдар ауыр берілуі мүмкін. Егер бұл адам өзін кінәлі сезінсе, оған депрессияның астма немесе қант диабеті сияқты кәдімгі ауру екенін түсіндіріңіз. Бұл әлсіздік немесе мінез құлықтың ерекшелігі емес, және оны өздігінен кетеді деп қалдыруға болмайды. Егер депрессия өз басыңыздан өтпесе, оны көңіліңіз түскен сәттермен салыстырмаңыз. Бұл ауруды уақытша көңілсіздік сезіммен салыстыру адамды өзін кінәлі сезіндіруі мүмкін. Депрессия жайлы ашықтан ашық сөйлесудің өзі де адамға біраз көмек бере алады. Зерттеулердің айтуынша, суицид туралы әңгімелесу суицид қаупін азайтады. Бұндай ашық диалог стереотиптерден арылуға және көмек сұрауды жеңілдетуге көмектеседі. Пациенттер дәрігерлердің көмегіне неғұрлым көп жүгінсе, ғалымдардың депрессия туралы білімі соғұрлым кеңейеді және емдеу соғұрлым тиімді болады.